Күмбір заманды күңіренткен домбыра, белес қоңқыра. Күмбір заманды күңіренткен домбыра, белес. Бақия Азамат Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжінде Мақсұт ағайдан дәріс алдым. Сол кісінің арқасында қазір көптеген жерлерде жасаған аспаптарым беделді орындарға ие болып жүр. Және де Қазақстандағы барша үлкен этнофольклорлық ансамбльдерде ойналып жүргені осы ағайымның арқасы деп білемін. Сондықтан сізге үлкен табыс тілеймін, алғысым шексіз, көп сізге рахмет. Күй ойнайды қазағымның қанында, күй ойнайды қазағымның жанында. Жүрегіңнің дүрсілі күмбірлеген домбырасы барында. Бабамыздың мұңысын сен домбыра, анамыздың зырысын сен домбыра. Қазағымның жүрегінен жаралған, даламыздың үнісін сен домбыра. Домбыра бұл үнсіз қалып көрмеген, қуанышта қайғы мұңда кернеген. Үзіледі әуендер, ғашықтардың көз жасындай пернеген. Бабамыздың мұңысын сен домбыра, анамыздың сырысын сен домбыра. Қазағымның жүрегінен жаралған, даламыздың үнісін сен домбыра. Бабамыздың мұңысын сен домбыра, анамыздың сырысын сен домбыра. Қазағымның жүрегінен жаралған, даламыздың үнісін сен домбыра. Домбырадай шежіре жыр болмаған, даламыздың тағдырларын толғаған. Армандарын халқымнан аманатты ұрпағына жолдаған. Бабамыздың мұңысын сен домбыра, анамыздың сырысын сен домбыра. Қазағымның жүрегінен жаралған, даламыздың үнісін сен домбыра. Бабамыздың мұңысын сен домбыра, анамыздың сырысын сен домбыра. Қазағымның жүрегінен жаралған, даламыздың үнісін сен домбыра. Мен осы Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжінің ішіндегі 10 мамандықтан астам мамандықтың ішінен өзіме ұнағаны сәндік қолданбалы өнер. Бұл мамандыққа түскенде мен өкінбеймін. Мұнда білім сапасы жоғары және де талап қатал. Мұғалімдер де бізге ұнайды. Және де бұл жерде атап өтетін мұғалімдердің бірі өзімнің өнегелі, өзім пір тұтатын ұстаздарымның бірі Мақсұт Жолдасұлы.
Мақсұт Жолдасұлы бұл кісі өте білімді және салмақты сабырлы кісілердің бірі. Мақсұт Жолдасұлы бұл кісі ашуын ақылына жеңдіре білетін кісілердің бірі. Бұл кісіні жақсы деп айтатын адамдар болмаса, жаман деп айтатын адамдар жоқ. Және де Мақсұт Жолдасұлының бізге айтқан бір ақылын атап өтетін болсам, болашақ сендердің қолдарында, халықтың ұлттық аспаптарын қазаққа жаңғыртыңдар және оны өңдеп ұсыныңдар деген сөзі.